Böktağ eкен. Қараңыздаршы. Баки, мына суды алаш. Қараңыздаршы. Тамаша екен. Мына су неткен тұныға. Патрон әкеңіз, әкеңіз. Білем. Баки. Пірім, жұтып алыңыз. Пірім, біраз ішіп алыңыз. Ішем ғой, ішем. Қараңдар, салқын мағырыптағы қыздар хандығына жетіппіз. Салқын мағырыптағы қыздар хандығы? Түске. Салқын мағырыптағы қыздар хандығына кіргенде байқаңдар. Сезімдерің тасып кетіп, Будда парызын бүлдірмеңдер. Мақұл, пірім, алаңыз. Қалаңдамаңыз, пірім. Алдияр. Тәхт Алдияр. Шығыстағы Ұлытан хандығының ардақты сопысы бүгін хандығымызға келіп, сізбен дидарласуды өтініп тұр. Шығыстағы Ұлытан адамы келіп бе? Тезден кіру кісіңіз етіңдер. Хо. Бара беріңіз. Fakir şeyhiniz Tangsen Zang'dan Aldiyar Bikeş Han'a yivalı selim. Tangsen Zang'dan Aldiyar'a yivalı selim.
Pakır şeyhiniz Tan Senzang'dan Aldiyar'a ibalı selim. Taqsir. Taqsir. Ardaqçı şeyh, törletip oturunuz. Rahmet Aldiyar. Mına bir jol xatımızga taqsirдің lavazım tаңбасын басып берүүnü өтүнөмүн. Pakır şeyhiniz 3 mürit men birge Batıstan nom kitabını әкелмекші еді. Aldiyar. Taң Сәнзаң, қара халықтық атетегі чын, діни лақамы Сәнзаң. Улутан патшалығының ардақты шайқысы, ататегіңіз чын екен ғой. Туылғандағы қара халықтық ата тегім чын еді. Дінни лақам Сәнзаң. Таң патшалығымыздың Алдияр мейірін төгіп, мен інім деп таң ата тегіне кіргізді. Ендеше патшаның інісі екенсіз ғой. Солай тақсыр. Патша ағзамның інісі, жолда шаршаған шығарсыз, мүриттеріңізбен бірлікте қонақ сарайға барып тынығыңыз. Жол хатыңызды кейінірек апартып берейін. Бұл... Улутаңның ардақты сопсы, рахметіңіз. Қанеки. Қане өзіңізден. Маймыл ағай. Рахметіңіз. Көп рахмет. Qati. Qarash. Келіңіз, отырыңыз пірім. Келіңіз. Сізге не болған пірім? Çay işiniz. Көп рахмет. Мінекей пірім. Алыңыз. Сізге не болған пірім? Çay işiniz. Көп рахмет, көп рахмет. Qaneki. Qati. Alın. Maymun ағай, бұл қайттерін. Aldiyar. Aldiyar. Aldiyar.
Kalalağa salkıma grupta kızlar handığımızın asıl boyutmarı sanaladı. Moynunuzga tağıp alınız. Бүгін біздің салқын ағырып қандығымызға бір торқалы той таянып тұр. Алдияр, ол қандай той? Айтыңызшы. Бұл... Сіздер кете беріңіздер. Хоп. Алдияр. Вәзір, ойласам, салқын мағырыпта қыздар қандығымызда ежелден еркек жынысы болған емес. Бүгін бақытымызға жарай тәңір жарылқап таң патшасының інісі келіпті. Меніңше бұл 1000 жылда әзір ұшырар ізгілік болар. Алдиярдың ойынша. Соны ырыс еліміздің ханына тағайындап, мен ханым болуды қалаймын. Шынында үлкен торқалы той екен. Егер Алдияр онымен жұбайласса, немерелі шөберелі болып, хандық тағы мәңгі жалғасады. Вәзір. Тақсыр, вәзіріңіз азырақ қонақ сарайға барып, сіз үшін құдалық сөйлеседі. Рахметіңіз, вәзір. Ардақты қонақтың алдынан шығып қарсы ала алмадық. Рахметіңіз, вәзір. Рахметіңіз. Оте, Отырыңыз, уәзір. көп рахмет. Көп рахмет. Сізге не жетті? Сізге не болды? Қандай ақыл? Әзір ғана сапса едіңіз, не қып мұнша тез? Не болды? Шағай деді. Шағай. Шағай, сізге не жетті? Шымай ұрып барады. Таң патшасының інісі, денсаулығыңыз мазалап тұр ма? Пірім, мен мына әлімнің іші ауырып қинап барады. Пірім, жел қарсы қалды ғой деймін. Таң патшасының інісі қаламызға кірерде өзен суын ішкен болар. Іштік. Пірім екеуміз тұнық судан жарым патрадан жұтқанбыз. Іші ауыртатын қайдан білейік, ойбай. Немене күлесіңдер? Одан да садақалық сорпа келмей ме екен? Сүке. Пірім. Кіші молдам, ашуланбаңыз. Бұл кісілердің ішін ыстық сорпада жазбайды. Бұл не деген сөз? Еліміз тұтас әйелден құралған. Ер адам жоқ. Қала сыртындағы өзенді аналық өзені дейді. Аналық өзені? Еліміздің 20 жастан асқан қыздар ғана сол өзенің суын ішуге бел байлайды. Ішісімен ақ ұзамай бала туады. Ұстаз піріңіз бен мына інішеңіз аналық өзенінен ішіп талғақ болып қапты. Бала туатын секілді. Ойбай. Мүриттерім, бұған қалай төзуге болады? Ойбай, мен жүкеңді бала туады екем, ойбай. Ағай, қараңызшы, тіпті ол ішімде тыпырлап жатыр, ойбай. Қандай жеміс пісе өз түседі. Алдымен құрсағынан бір тесік ашайық. Сол тесіктен балпанақтай бала өз ақты болады. Ағатайым-ау, маған қалайда қолы жеңіл туытанасын тауып келіңізші. Ол қиын емес. Пірім. Әурелейтін болдым, уәзір. Бірер дәрігердің жөнін айтсаңызшы, үлкен мүритім дәрі сатып әкелсін, соны ішіп түсірейік. Дәрішке мен дауа болмайды. Ойбай, енді қайттың. Қадірлі қонақтар, абыржымаңыздар. Түстік жақта күнге шуақ деген тау бар.
О? 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 Hı? 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 O? Pірім, шағай, үлкен ағай келіп қалар. Ойпыр-ай. Апыр-ай. Кім? Men bol almay varım. Tezrek bakan iş kızsa. Vay vay. Qanday sipirim? Aldiyar! Vazir, Aldiyar, qanday bo'ldi? Taң патшасының ісі. Ұқпай аналық өзен суын ішіп қойыпты. Олар әзір қандай? Мүрейті алдағашан күнге шуақ тауына барып, бала түсіретін су әкепті. Әзір талғағын тарқатты. Алдияр, алаң болмаңыз. Онда жақсы болыпты. Ертең таңертең оны мүрейіттермен бірге хандық құлбағындағы сарайға жүткіп жатқызыңыз. Хандық құлбағындағы сарайға көшіреміз бе? Сонда жақсырақ тынықсын. Хоп. Патшынсы мырза. Уәзір. Аса мерейлі той болды ғой. Уәзір, сіз жол қатысуына келдіңіз бе? Мен сізді тойыңызбен құттықтай келдім. Ай, тойды құттықтау. Уәзірдің айтып тұрғаны не той екенін білмедім ғой. Патшынсы мырза, бұл мекенді салқын мағұрыптағы қыздар хандығы дейді. Хандығымызда ежелден еркек атаулы болмаған. Бүгін ғана сіз атызын салып отырсыз. Демек, әмір бойынша хан алдиярымызға сізді атастыру құдалығына келдім. Құдалыққа? Құдалыққа? Кімге атастырмақ? Әлде маған шығар? Пірім хандықтың құлбағын кіммен қыдырды? Бұл құдалық әрине. Бекер шатпақ. Уәзір, пақыр шайқыңыз үштен тек мүретін ілестіріп, қадірлі мекендеріңізге жалғыз келді. Сонда сіз тегі қайдағы құдалықты айтпақсыз? Ырысты хандығымызды қолыңызға тапсырып, өзіңізді күшкелікке ұйғаруыңыз. Ой, бұл... Хандығымызды мәңгі басқарып, құрметке бөленесіз. Ой, бұл қайтып болмақ. Пірім, бұл мың жылда жолықпас жақсы олай ғой. Пірімнің бақсандасы зор екен. Шағай, албат сөйлемеңіз. Бұл тардың жарылқаған жазмышы ғой. Патшынсы мырзамау, тезде мақұл болғайсыз.
Сопылыққа бел буған адамның қара халыққа қайта кіргенін кім көрген? Бұл әсте мүмкін емес. Азамат ау, келіп тұрған бақыттан өкінішті айырылмаңыз. Уәзір. Пірімдің жолына көптен ынта берген сопы. Ұлы таң патшасының уәкілі. Хандығыңыздың байлығына әсте көз қызартпайды. Ел бойынша тұқтырған сұлу алдиярыңызға да мастанбайды. Сіз жауапты ханыңызға айтып, жол қатымызды тез беріңіз. Пірім батыстан ном кітабын әкелуге жедел аттансын. Маған бір ой түсті. Бикеш хан күйеуге тимек емес па? Тек алдиярыңыз айтыңызшы. Мен ақ күйеу болып қалсам қайтеді. Не дейсіз? Бұл мүмкін емес. Мен шын көңілімен айтып тұрмын. Ол дегем еркектің дегемен үн сиқы. Рас сиқысыздаумын. Бірақ жуантал қармаққа, ұсақ-шыбық шармаққа жарайды дегендей, алпамсада еркектің сиқына кім қарайды? Кеспіріңе қарасаңыз. Құрыс, көнеде қайт ұстаған ба? Шағай ау. Шық бұлай. Тез шық. Және де патшыңыз тақсырдың ойланып толғануын күтем. Қандай істе болсын тегі қайрылмас сөз жаман емес пе? Пірім, мақұл болсаңызшы. Тантымаш. Сүкенше болғанда сіздің күшік күйеу болып қалғаныңызда жүр секілді. Бұйрық болса қиырдағы қыз күйеу осыны дейді екен. Мұндай орынды құдалық қайдан табылар, Тұрса. Сүке, біз бұл арада салтанат байлыққа салынсақ, батыстан момды кім әкелмек? Рас ау. Үлкен ағай, өйтіп... Патшынсы мырзам, қан жемеңіз. Менің ниетімде өзіңізді атастырып алып қалған мен үш мүрейтіңізді жолға тұстатып, түгелдей батыстан ном кітабын әкелуге жіберу жағында. Өйтуге болмайды. Жен, бәсін жақсы айтты. Пірім күйеу болып қалсын, жол қатты тез беріп, бізді батыс сапарына жөнелтіңіз, Ой, пірім, отырыңыз. Біз болмап қайтқан жолымызда өзіңізбен ханымға сәлемдеріңізге келеміз. Болды. Біз қосылдықсыз тез барып үшеумізге сыбағалы той тамағын әзірлеңіз. Жуан бел бабаттанғанымыз жақсы. Пірім. Әй, маймылай. Қайтып мақыл болмақсың. Ой. Мен өлсем де үйленбейін. Ризалықпен де бермесе қашып құтылмаймыз ба? Кетелер болсақ ең жақсы сол. Бірақ жол қатымыз қолды емес қой. Пірім ау, оның несі қиын. Үлкен ағай құбылып барып ордаға кіріп қана жол қатқа хандықтан басын басып алып шықса болды ғой. Пірім, бергіп көріңіз. Әне. Не болды? Өй! Үссе пәле ғой. Әлгі әзір қыз алда қашан шеп тартып тастапты. Пірім қайтып қашып шығалады. Ойбай, бұдан мүмкіндік жоқ. Пірім, қашан іздесек қиын емес. Бажан қарсыласқан қыздар тұрмасымен тыр айта берсе болған. Жүгенсіздікті айтпа. Оған пірімнің төзбейтінін білем ғой. Пірімнің төзбесін біле тұра, неге маған ұрынжығыда айтасыз? Өзім де төзбеймін. Ағай-ау, жол бойы сансыз албасты жадыгөйді өлтірген тұра. Бүгін неғып мейірбан бола қалдыңыз, Өңшен опаталап жағынған сәнді қыздарды қалай өлтірмекпін? Жыртқышаң жадыгөйдің жөні бір басқа. Дұрыс, түп-түгел қыз тұрса, тұрмамды қайтып сілтемекпін. Ұруға қолым бармайды. Ұруға қолымыз бармаса, қашып кете алмасақ, қиын-ақ болды ғой. Енді қайт келіміз жөн. Апырай. Пірім, меніңше біз тағы 2-3 күн жазсақ қайтеді. Әйтеуір үшімше мол ғой. Жап аузыңды. Бұл болмайды. Пірім, абыржымаңыз.
Менің әзіргі сөзім өз амалын өзіне жұмсасақ қайтеді дегенім еді. Sen ne дейсің? Сіз олардың құдалығына мақұл болыңыз да бізбен бірлікте батысқа барып қайтқан соң, өзіңіз қалып той жасаңыз. Өрескелсің. Мен бір тамаша ақыл айтар десем, мұндай борсыған ой менен де табылады. Жап аузыңды. Бірім, жол қатқа таңба басылсақ, мен қатырып тастап, сиқырымен уәзірді қуалмастай қып қатырып тастап, өзіміз ұзап кеткен соң сиқырымды тарқастам, бұл екі жағымызға да түйімді емес пе? Пірім, бұл жақсы әдіс екен. Соны айтам. Бәрібір кетудің сөзді еш. Пірім, сіз ұйғарым жасаңызшы. Пірім. Апырай, сөйтіп кетейші. Енді жөн болды. Алдияр, той болатын болды, той. Мен таң патшасының інісіне құдалық жайлы сөйлестім. Оның үлкен мүрейті ұстаз пірімнің қалып, Алдиярмен қосылуына ризалығын айтты. Ортаншы мүрейті тіпті той арағын ішеміз деп тарықты. Патшынысы қайтты. Патшынысы әл тайсақтаған күйде. Оларды бақсаулы бұтқанасына апарда мүриттерін ішкізіп жегіз. Ал патшаның інісін... Рақметіңіз. Уәзір, пақыр шайқыңызды бүйтіп қайда апара жатырсыз? Қыздар хандығымыздың асыл мұрасын көрсетугеші. Жетітінді апарып қайтесіз? Ертең көрсек те кешікпесейдік. Жарқ шық еткен асыл түнде ғана айқын көрінбек. Патшынысы мырзам, рахметіңіз. Рахметіңіз. Қанеки. Рахметіңіз. Уәзір. Алдияр тақсыр, Алдияр. Маған уәзіріңіз осы түнде хандықтың асылын көрсетем деп әкеп еді, жатын ордаңызға қалай кіргізіп кеткенін білмей қалдым. Патшынысы мырзам, ендеше хандығымыздың асылын тамашаласаңшы. Алдияр. Патшынысы мырзамның назарында мен хандығымыздың асылы саналмаспын ба? Бұл... Отырып сөйлеңіз. Отырыңыз. Мырзам, қараңыш. Адамның көңілін чырақтың нұры да біледі екен. Бүгінгі той нишанына әгілеп тұр. Білмедім, Алдияр. Ол қайдағы той? Мен дәулет мәртебеге әбден кенелулы ханмын. Бірақ адамдар ара мерейден өмір бойы аулақ келем. Мырзаның хандығымызға келуі тәңір сыйлаған тамаша жазмыш болды. Енді алтын таққа сіз отырыңызда, мен ханым болайын. Bir güyalap bir kuşkan cübay kusta ömür geçsek. Merey tausılmaz toy degen os emis be. Budda şayxız 4 zor sezimden tügöl tıyıladı. Paqır şayxınız pən iyisimen at kuyruğun kesisken. Adamlar ara baxt baylıktan lazzettan almayımın. Övliye jar bolsun.
төрт зор сезімнен түгел тыйылмақты көзіңізді тас жұмып айттыңыз. Егер ашық көзбен маған қарасаңыз, ештеңе сезбей қалуыңызға нанбаймын. Маған телміре қарауға да дәтіңіз жетпей тұрып, төрт сезімнен түгел тыйылуды қайтып айтпақсыз. Yaşar olsun. Ағатай ау, көзіңізді жұмбай ашыңызшы. Ашыңызшы көзіңізді. Sizge közümde açıp qaraganda qayta qalmışım. Мырзам, Siz сіз... Мырзам, Қорғас көп ақ екен. Қанеке, алай. Не, бәде. Әрі әмді болыпты. ағатай ау. Сіз мені рас ұнатпадыңыз ба? Бүгінгідей сәттің кезікпейді. Сіз маған иланыңызшы. Бикешқан тақсыр. Мен өзімді Будда дініне арнағам. Әрі Ұлы Таң патшасына берген уәдем бар. Пақыр шайқыңызды батыс сапарына жіберуіңізден үміткермін. Тәңір мені дүниеге тағы бір жаралуды жазса, Маған әзіргі тірлік маңызды. Келергісін қайтем. Бүгінгі өмір, бүгінгі дүние екеумізге бұйырған. Мырзам, Алдияр, ағатай ау. Маған мақұл болсаңшы. Мырзам! Патшаңыз мырзам. Патшаңыз мырзам, мұндай сәттің табылмайды. Бағы зор демалыңызшы. Аға жаным, мені қалайша көз кілмейсіз? Патшаңыз мырзам, әлгінде Бикеш ханмен ыстығы ықыласты сөйлесіп, ілтипатпен балжаласа қалған едіңіз. Маған неғып назарыңызды таса алмайсыз? Өй, тұра тұрыңыз! адам мен албастыны қатар қоймас болар. Хап, сен... Естіп қой, бүгін түнде мен сені екі тырнағыма іліп,
пипа үңгірін апарып, өзіңмен некелесіп, ерлі байлы болам. Жақсылыққа жеткен соң, қыздар хандығына қайта келіп, өзім әйел патша болам да, сені де беделмен байлыққа бірдей кенелдірем. Осын оқысаң еді ғой. Жазықсыз жанға қастық қылмағайсың. Сен Бикеш ханға жанашырлық қылмақсың ғой. Қане, сен маған бойсынып алаңсыз демалғайсың. Мен ерке нәзік хан Бикеш емеспін. Менікі күшпен айла шарғы. Шайқы! Ішкі құжырама баса көктей кіріп, жақсылығымды бұздың! Пейт! Бенсіз жәдігі ялбасты! Мен сайыста ұрық дедіңіз ғой. Неғып кенет бұлттан бір-ақ құлап түстіңіз? Соны айтам-ау, ақаусыз. Әлгі албасты бір қарумен түйреп кеп қалған еді. Төтенше ауырып барады. Қана, келіңізші мен көрейін. Ауырғанына шыдамай барам. Үлкен ағай. Маймыл ағай, әдетте басым әбден шыныққан деп өсетін едіңіз. Енді не оның бір түйрегеніне түзбей қалдыңыз, а? Рас айтасың. Үлкен ағай. Не болсын шауыратынын білмедім. Үлкен ағайдың қай жері ауырады? Қана, мен көрейін. Міне, қызарған іскен жараланған түгі жоқ. Бұл қандай ахуал, а? Ауырып кетті. Кіші ағай,
Бұлай болсын. Мен қыздар хандығына барып, орда дәрігердің бірін әкеп көрсетейін. Бұл қызармаса іспесе қалай емдемек? Ендеше қайтеміз. Ең шұғыл жұмыс бірімді дереу құтқару. Бар іште. Ағай, міне, жадыгөймен шайқасуға Чукен кетті. Байқа. Патшынсы мырзам, жәбірлендіңіз ғой. Әлде болса екеуміз жарастықпен ерлі зайып болайықшы. Sen kaytar benim birimdi tez. Haydi gitti. Кішкентай Айсұлу, сен расында әдемі екенсің ғой, Mezgil yıldız degdar. Mezgil yıldız degdar. Mezgil yıldız degdar. Mezgil yıldız degdar. Meni tez құтқарғайсыз, қараңызша ауырып барады. Меніңше бәлкім шекеңді әйел жадыгөй бөксесіндегі улы бізге кіме шағып алған шығар. Мені тез құтқара көріңізші. Міне көріңізші. Басылды! Ауыршып басылды! Жұлдыз дегдары. Алғысты маған айтпаңыздар. Сіздердің қиын күйге түскендеріңізді біліп, мені жәрдемге шапағатшы Бурхан жіберген еді. Жәрдемгер? Әлгі жадыгөй қайда? Жүр барып көріңізші. Жүр барып көріңізші. Шаян? Әсілі, Шаян жадыгөй екен ғой. Патшынсы мырзам,